Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Саяна. Бүгін өте дәмді әрі оңай жасалатын шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, күнбағыс майы, қопсытқыш, ұн, сүт, шекер және какао қажет болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға шекерімізді салып, массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейміз. Осындай аппақ масса шығуы керек. Ендігі кезекте күнбағыс майын және бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, төменгі жылдамдықта араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз және бір араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышымызды және какаомызды қосып, барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді міндетті түрде електен өткізіп, сұйық массамызға қосамыз. Бірінші миксерді қоспас бұрын осылай араластырып аламыз, себебі құрғақ ингредиенттер шашырауы мүмкін. Кейін миксеріміздің ең төменгі жылдамдығын қосып, барлық массамызды бір қалыпты болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Нәтижесінде осындай қамыр шығады. Пергамент төселген формамызға қамырымызды құйып, бетін біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңғақ немесе кез келген жидек қоссаңыз болады. Мен банан қосып жатырмын бетіне. Осылай банандарды тізіп шығамыз. 180 градус алдын ала қызған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Суыған пирогымның үстін мен енді глазурмен әрлейтін боламын. Глазур үшін 100 грамм шоколадқа 50 грамм сары майды қосып, водяной баняда ерітіп алдым. Пирогымыздың бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Жалпы пирогты өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекпен немесе жай ғана қант ұнтағымен әрлесеңіз де болады. Енді жарты сағат тоңазытқышқа қоямыз. Біздің өте оңай әрі дәмді шоколадты пирогымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бағаларыңызды беріп, төменге пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.